Сізде азыр көкіректе бір зат өсті деп жатырсыз. Теріде қал папилломалар бар деген зат жаңа түсіндірдім ғой. Ішекте қанда паразит жүдә көп кіттай уақытыңнан. Реңі қарауытып баратыр. Этвардың көрдің ғой, я, мына беттегіні. И көкіректе уже өсік пайда болып, молочный железасының тоқмасынан өсік өсті деген затта ол не? Өзінің тоқмасы бар ма? Көп уақыттан бері қан айланысы бұзылды, сол жерге питание бармай қалды, и фиброаденома деген өсік та. Ол бірақ доброкачественный опухоль деп саған успокоить етіп жіберген. Бірақ мен саған айтатұғыным, доброкачественный опухольдің ар жағы жақсы емес диагнозлар. Өзімде де болды деп атырыппан ғой. Соң үшін абайлы бола бересің. Ол 20 жаста, мен 52 жаста болды. Мәселен да, қара аспан мен жердей бар. Оның ар жағында бәрібір алдын алу керек. Осы ахуалда жүре берсең, одан күшілірек диагнозлар пайда болады. Сенде де, менде де. Соң үшін арқайын болмайсың, яқшы ма? Постоянно очищениемен